Hey, selam dostlar, мен Мико Кизет және де бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Бүгін видеода біз Нони Кизет в общем, прикол көретін боламыз. Осы реакцияға оңай жинап кетіңіздер. Ал ендеше видеомызға кеттік. Реакция жасайтын боламыз, көреміз қандай тупой заттары бар, қандай адамдардың шайғандары бар. Жалпы файлдарға менің реакциям достар. Лайк басамыз, арнаға жазыламыз. Кім жазылмаған болса, бізде осында керемет видео жүктеп алдым. Короче, осыны көретін боламыз достар. Файлдар жинағы кеттік. Так, біз стадионды көріп отырмыз. Мына жерде спортсмендер жүгіріп жатыр. Так, ары қарата не болады екен? Так, дауыс нормально деп ойлаймын видеодағы. Мә, саған біреу алға қарай аттанып бара жатыр достар. Өте қатты. Бәрінен озып бара жатыр. Пока, ол пока. Мә, неше метрге озып кетті мынау, прикиньте. Ема, мына скоростына қараңдар достар. Так, примерно 20 метрге алға шығып кетті анау. Ё-моё. Что за спортсмен Гуглдан? Ема, на расстоянияны қараңдар арасындағы. Көріп тұрсыңдар ма? Айуан ғой мынау, айуан. Ема. Мәссаған. Что за қайсы олимпиадада болған? Достар, кім білет? Комментарийге жазып кетіңдер, егер осы спортсмен туралы білетін болсаңдар. Мә, в смысле? В смысле? Ема, достар. Қалып қойды ана, прикиньте. Финиш. Айбой, ана құлап отыр. Мәссаған, позор ғой мынау. Видео. Короче, өзінше жаңағы бала стартта, спортсмен, то есть старт бой. Бәрінен алға шығып кетем, там рекорд қоям, немесе бірден финишке кіріп кетем, бірінші орын алам деп ойлады, бірақ мына моментке қараңдар. Артқа қайтарам есімдер үшін не? Мына жерде уже ол шаршады, біріншіден өйткені стартта ешқашан спортсмендер ұзақ расстояниеге, ұзақ жолға, ұзақ дистанцияға, яғни қатты жүгіріп бастамайды. Артындағы спортсмендер соны білет, мынау да білет, бірақ бұл өзінше типа өзінің күшіне артық сеніп кетті. И сол үшін ол жауап берді, достар. Қараңдар, мына жерде уже шаршады, аяқтары талды, дыхание жоқ уже. И сөйтіп қала бастайды. Ал жаңағы күштерін сақтағандар, өздерінің демдерін сақтағандар уже мына спортсмендер жай-жай осып кетті да, и ана соңында алып қойды ғой. Ема! Мынаны қараңдар, даже ең соңғы, достар, ең соңғы. Мә, абырой ғана, позор ғана. Ема, мұндайды мен бірінші рет көрдім, достар. Так, келесі прикол. Тауықтар. Қайда барады? Өздері кепсиге бара жатыр. Кепсиге бара жатыр. Өздері бара жатыр кепсиге. Позор. Ойбай. Достар, ана көрдіңдер ма? Достар, маған үш жан беріңізші. Артқа. Достар, қараңдар. Тауықтар бара жатыр, короче. KFC-ге бара жатыр ғой өздері. Өлетін жерлеріне бара жатыр ғой. Өлетін бала молаға қарай жүгіреді деген қазақтың сөзі бар ғой, сол сияқты тауықтар. Өз еріктерімен KFC-ге бара жатыр, достар. Кім KFC-ді жемейме, тауықтарды өлтіргім келмейді, олардың өлімдеріне қарсымын деген жаңағы вегетарианецтер бар ғой, міне соларға көрсетіңдер мына видеоны. Тауықтар өз еріктерімен бара жатыр, так что бәрі нормально, жейер KFC. Мәссаған, ақшадан көрсетіп отырған. Ема, осындай тупойлар болады. Қайда да көріш. Қараңдаршы, ақшасын көрсетейік отыр ғой, терезесі ашық еще. Мәссаған. Ұқтанып отыр ғой. Өзіңе де сол керек. Торговый центр. Бізде консультант бір адаммен сөйлесіп тұр. Мына жақта бір чувак жүр. Не істейді екен ол? Телевизорды қарап отыр.
құлатып алмай ма случайно? Ай, сондай бірдеңе сезіп тұрмын ше осы. Айбай! Е! Күлмәдім достар. Күлмәдім. Қолы бір жерден өсеткен достар. Руки из жопы деген осы ғой. Мә, саған. Қаншаға қарызға кірді анау косяк қой мынау деген. Қараңдар, короче, қарап отыр. Үйседеді да біреуін ұстап көреді анау, походу материалын ұстап көріп отыр анау, экраны қандай екен деп. И бам! И резко артындағылар. О, тупой достар мынау. Кәдімгідей тупой ғой. Короче, алдындағысы құлайды, и резко ол дейтін шок болғаннан бей, типа артқа қарай қозғалып жатқан кезде артындағы телевизорлерді құлатады. Мә, саған. Мына жерде примерно миллион теңге кетті ғой мына жерде. Қымбат телевизорлар болса, там 250 мыңнан болса, төртеуі. Миллион теңге құр кетті. Мә саған. Бетіне жысқ дейді анау. Ашын көріп жүрекші жаныз. Ё-майо. We've all been there, walking down an escalator, and then someone at the top shouts creep. Көріш? Мына жерден бастап. Мә саған. Еман ағайын қорқып кеттім достар. Қорқытыңдар ма сендерде? Мә саған. Комментарий жазыңдар егер сендерде шошып кетсеңдер. Миллион адам не істеп жүр торговыйда бізде. Маған походу бір скидка ма, акция ма бірдеңеге барып қалсақ та видеоны дауысын төмен, кішкене төмен түсірейік дауысын. Так, бізде екі үлкен кісі, жастары келген бір аталарымыз экскалатормен жоғарыға қарай шығып баратыр. Енді гений деп айтуға болады бұл кісілерді. Біреу құлады. Аналардың бәрі осы екеуіне қарап тұр. Айбай, шыға алмай ма на екеу до конца? Мә, құлап жатыр, прикиньте. Давай. Айбай, екінші да құлады. Давай. Ана пысық жатып алды ана жерге. Мынау әлі шыға алмай жатыр. Мә, шығу, прикиньте. Жоғарға қарай шығу қиын, егер сен қатты не болмасаң, спортивный болмасаң, жас болмасаң, үлкен кісілерге қиын өзір. Айбай, асып кетті ана походу. Или тоша түсті ма, мен дұрыс көрмей алдым. Адам шошта берді. Не болды мына жерде? Мына адам мынандай қорқатын видеолар мынандай болса, қарап отырасың да шошып кетесің. Айбай, ана бөлді, мен сездім ғой мен кәдімгідей. Ё-майо, достар, кім не сезді мына жерде? Дауысын шығарайын кішкене сендерге естілу үшін. Мынаны қараңдаршы. Достар, онда осымен видеоны аяқтайық. Видео ұзақ болып кетті, сау болыңыздар.